Жастықтың оты жалындап, арман қуған шақ. 1976 жылы осы бейне қадырда есте қалатындай ескерткіш ретінде ұстап отырған себебім, ұстазым Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов Абай туралы фильмді түсіріп бастаған еді. Мен сол Абай фильмінде Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетовтің ассистенті, шәкірті болғандықтан, осы бір естен кетпес ғажап театр тарландары менен таланттардың басын қосқан киноның өмірге келуіне көзіммен көрдім, бірге жүріп еңбек еттім. Мына көздеріңіз көріп отырғандай, бізге қая қарап отырған еңбек ері Серке Қожамқұлов аталарың. Бұл кісінің ойнаған рөлдері кейінгі ұрпаққа аңыз болып жетіп, ол кісінің актер шеберлігі, майталман көсемдігі, осының барлығы мына фильмді өзі бір деңгейіне жеткізіп ашқан еді. Оның ар жағында отырған ақ жаулықта қарқарадай сахнаның сәнін келтіріп отырған адам Бекен Римова деген талантты актриса. Бүгінгі таңда мынау Жетісуда, Талдықорғанда ашылған театр Бекен Римованың атымен аталады. Одан кейінгі ол кісінің оң жағында отырған талантты актер, күркіреген күндей дауысы бар батырларды да, даналарды ойнаған Ыдырыс Ноғайбаев деген шын мәнінде өмірге бір кері қайталанбас актерлардың бірі еді. Одан кейінгі актер, бұл енді Құдайға тәуба, әзір халқының ортасында ойнаған рөлі, бұл спектакльде Абайдың ұлы Мағауиян ойнайды, Сәбит Оразбаев деген аталарың. Сондықтан бұл бетті ашып отырған кітабым енгізген суреттер өздері сөйлеген, өздері еңбегіменен сол өмірлерін жазып кеткен ғажап таланттар.